Сәлем қыздар, бүгін сіздермен тауық етінен жасалатын пирогтың рецептімен бөлісемін. Ол үшін бізге 100 грамм сары май, 1 жұмыртқа, 200 мл қаймақ және тұз қажет. Араластырамыз. Алдын ала қопсытпамен араластырған 300 грамм ұн қосамыз және қамырымызды толықтай дайындаймыз. Бір пияз, 2 картоп, 400 грамм тауық етін, базиликпен, паприкамен, қара бұрышпен араластырамыз. Және тұзды ұмытпаңыз. Бір жұмыртқаны жағамыз, ол бізге сарылық және әдемілік береді. Және күнжіт себеміз. Пирогымызды алдын ала қыздырылған пеште 180 градуста 45-60 минут дайындаймыз. Тауық етінен жасалған пирогымыз дайын. Міндетті түрде жасап көріңіздер және комментарийға бөлісіңіздер. Астарыңыз дәмді болсын.